таңғы асты фук еткізіп жинап тастадым да, сосын ыдыстарды фук етіп жеуіп тастадым. Одан детскийге бардым да, аналар қапталмаптыр, оларды да фук еткізіп лақтырып жіберген едім. Өздері қапталып қалды. Сөйтіп мына жердікін киімдер шашылып жатыр екен, оны да жинап тастадым бір шертумен. Сосын міне одан шыққан результат балдардың бөлмесі. Мына біздің бөлме, оны да жинап тастадым. Мына кірді жайып тастадым. Мына бөлме осы күйінде тұрады. Бұны қанша шиқылдатсаң да, пиқылдатсаң да істелінбейді. Одан кейін асқабақты ашып, дайындап, қамырды илеп тастап, бір шертумен сөйтіп таңғалып, өзім мына жерде холодильникке апарып дайын болған қамырды холодильникке бастырып қойдым. Бұл біздің кешкі тамаққа. Қандай тамақ жасайды деп ойлайсыздар? Асқабақпен манты. Оның арасында кішкентай қызыма келіп, оны еркелетіп, жаным күнім айым деп, сосын кешкі тамақ жедік, бізге ас болсын.